Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама, менің каналыма жаңадан қосылып жатқан оқырмандарым бар екен. Қош келдіңіздер. Мен өз каналымда осындай өзімнің күнделікті жылдағы өмірде пайдаланатын рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бүгін біз өте оңай қиярдың әдісімен сіздермен бөлісемін. Ең бірінші мен осылай бақшамдағы қиярларды жинап, көкөністерді жинап дайындап аламын. Қияларымызды жинап болып қалдым. Енді тәтті бұрышпен жаңа укропымызды соларды жинап аламыз. Мен тәтті бұрышты қиярдың арасына қосамын. Бір банкаға біреуін немесе жартысын қиярға дәм береді. Қиярдың дәмі өте жақсы болады. Міне осындай сарғышты түстесі бар, және де жасыл бір түсті тәтті бұрышымыз бар. Міне осындай. Осыларды жинап алып, үйге барып бастаймыз қазір. Және де мен қосатын міне осындай қарақаттың жапырағы бар. Малинаның жапырағын қоссаңыздар да болады, осындай қарақаттыкін де қоссаңыздар болады. Осындай әдемі түстерін аламын мен. Банканы жапқанда түсі әдемі болып тұрады. Міне осылай жинап болдық. Енді үйге алып барамыз. Мына гүлдерді менің ұлдарым жинап берген. Өте әдемі гүлдер. Міне достар, маған осы жеткілікті. Осындай тәтті бұрыш. Міне қызанақ. Қызанақ менің бақшамнан емес, мен сатып алынған бұл. Міне укроптарымыз, барлығын дайындап аламыз. Ең бірінші қиярды бастамас бұрын мен осы қиярларды суық суға салып қоямын 3-4 сағатқа. Содан кейін басқа жұмыстарымды, жаңағы банкаларымды дайындап, укроптарымды жуып, тазалап аламын. 4 сағат тұрды мен қиярларым. Енді осы қиярларды осындай таза суға құйып, суын ауыстырдым. Енді осындай губканың қатты жағымен жақсылап сыртын жуып, керек емес жерлерін кесіп тастаймын. Қиярда ең бірінші тазалық, жақсылап жуу керек. Осындай салқын суға міне осы тазалап жуып аламын. Міне қиярларымызды жуып болдым. Дайын қиярлар. Енді міне тәтті бұрыштарды тазалап алдым. Укроптарымды, міне сарымсақтарымды барлығын жылы суға бір-бірден шайып алдым. Енді бұлардың үстіне мен қайнаған су құямын. Укроптың үстіне және сарымсақ, лавр жапырағының үстіне қайнаған су құятын боламын. Ал қиярға қайнаған су міндетті емес, мен краннан ыстық мындай буы шығып тұрған суды құя беремін. Ол да жарай береді. Қайнаған су құямын десеңіздер де болады. Бірақ міндетті емес, осындай ыстық су болса болды. Осы 1 рет қана құямын, болды, ауыстырмаймын суын. Міне осындай менде хрен жапырақтары бар. Оларды жылы суға жуып, шайып қойдым. Осының үстіне де мен қайнап тұрған су құятын боламын. Өйткені бұлар даладан келгенде, мысалы, лавр жапырағында жаңағыдай дәмдеуіштер болуы мүмкін. Сондықтан да олар қайнаған су құюға міндетті. Хрен жапырағы, укроп және лавр жапырағы, сарымсақтарға осындай қайнаған су құйып қоямын. Суды ауыстыруды қажет емес, осылай 1 рет құйсаңыздар болады. Менің әдісім бұл өте оңай әдіс. Мен жылда осындай әдіспен жабамын. Банкамызға қайнаған суды 1-ақ рет құямыз. Оны да қазір көрсетемін сіздерге. Өте оңай, және де атылмайтын, 100% атылмайтын огурцилар, қиярлар. Міне осылай қайнаған сумен құйып қоямыз. Достар, маған тіркелмесеңіздер, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай мен өзімнің әдістерімді, оңай әдістерімді, өзім пайдаланып жүрген әдістермен сіздермен бөлісіп отырамын. Және ыстық тағамдардың да, тәттілердің де рецепттері болады. Менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Және тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ал достар, енді міне банкаға келдік. Банканың әдісі менде осындай стерилдеу әдісі. Осындай уксус, 70% уксусты алып, түбіне жарты стақандай құйып, осылай 1 минуттай шайқап, банкаларымызды стерилдеп алуға болады. Өте оңай әдіс. Қайнаған буға қойып қажеті жоқ. Өте оңай әдіс. Міне жылдам осындай 1 минутта дайын болады. Қаппағында осылай шайқап, қаппағын барлығын стерилдеп алуға болады. Міне достар, осылай істейсіздер. Өте оңай, осылай жасап көріңіздер. 70% уксус болу керек. Осылай біріне бірін құйып, стерилдеп алуға болады.
егер де уксустарыңыз азайып жатса, осылай үстіне қосып тағы да ары қарай банкалар тазалай беруге болады. Мен банкаларымды дайындап алдым. Осындай өлшейтін қасықтарым, үлкен қасық және кішкентай шай қасықтан сәл жоғары қасықпен онымен уксус құятын боламыз. Енді банкамызды жинай бастаймыз. Ең бірінші осылай укропты салып, хрен жапырағын салып, және де басқа дәмдеуіштен сарымсақ, лавр жапырағын, қарақат жапырақтан барын салып алам. Бұрышымды салып, сосын барып үстіне қиярларымызды әдемілеп сала бастаймыз. Міне осындай қара бұрышты қосамыз. Көз мөлшермен қосам қара бұрышты. Сарымсақтан 2 үлкенде болса, лавр жапырағынан 3-4 қосып, міне қарақат жапырағынан да 3-4 қостым. Енді қиярларымызды толтырамыз. Мен ең бірінші қазір қиярдан ғана жабатын болам біріншісін. Міне осы тәтті бұрышты қосып, қызанақтарды кейіннен қосамыз. Осылай тығыздап толтырып аламыз қиярларды. Тығыздап болдым. Енді огурцымызды, қиярымызды бәрін салып болғаннан кейін үстіне 2 литр банкаға мен осындай 1 қасық қатты толтырмай тұз салам. Және де 2 қасық қант саламыз. Өйткені менің отбасым қатты тұзды жақсы көрмейді. Кішкене тәттілеу қылып, осы 2 қасық қант салам. Достар, менің міне атылмайтын әдісімнің құпиясы деуге де болады, бірақ бұны көпшіліктеріңіз білесіздер. Осындай аспирин қосам. 100% атылмайды, банкаларыңыз қорықпай қоса беруге болады. 2 литр банкаға осындай 2 таблеткасын қосамын, сол жеткілікті. Ал егер де банкаларыңыз 3 литр болса, онда 3-еуін қосыңыздар, 1 литр болса 1-еуін қосыңыздар. Достар, міне мен 6 банкаға тек қана қияр мен тәтті бұрыш қостым. Қалған 4 банкама осы жартылай қиярларды салдым да, енді оған тәтті бұрыш пен қызанақты толтыратын боламыз. Ассорти қылып жасаймыз. Осылай тәтті бұрыштарымызды салып аламыз да, үстіне қызанақпен толтырамыз. Достар, мен толтырып болдым. Міне осындай әдемі болып шықты. Қияр және тәтті бұрыш, қызанақ үшеуі араласқанда өте әдемі шығады. Достар, енді қызанақ қосқан банкаға мен 2,5 қасық қант қосам. Өйткені помидорға кішкене тәтті көбірек болу керек. Осы 2,5 қасық қант қосам, және де сол 1 қасық тұз қосам. Және мен аспириндерімді барлығын бір жола салып аламын, өйткені соңында ұмыт кетпес үшін. Енді достар, менде осындай қызанақ қалып қойыпты. Енді осыны 1 литрлік банканы стерильдеп алып, осыған салып тұздай беремін. Міне осылай қалған жаңағы қалған помидорымды, қызанағымды, тәтті бұрышымды қосып тұздап қоямын. 1 литр банкаға 1,5 қасық қант және де жарты қасық үлкен қасықпен тұз салсаңыздар жеткілікті. Оған және 1 таблетка ғана аспирин қосамын. Сол жеткілікті болады. Міне осылай барлығын салып қойдық. Енді осы банкаларымыз үстіне қайнап тұрған суды аузына дейін толтырып, жақсылап толтырып құйып қоям. Болды, ол суды төкпейміз. Сол бізге 1 литр құйғанымыз жеткілікті болады. Банкаларымыз атылмайды. Қорықпай осындай әдіспен жауып көріңіздер. Өте жылдам, оңай әдіс. Мен жылда осылай жабамын, банкаларымыз ешқашан атылмайды. Енді осы қайнаған суды құйғаннан кейін үстіне жаңағы қасығым, шай қасықтан сәл ғана жоғары қасықпен уксусымызды құямыз үстіне. Шай қасық қана салсаңыздар, құйсаңыздар болады, өйткені бұнда аспирин қосылған, банкаларымыз атылып кетеді деп қорықпаңыздар. Мен осындай аздау ғана құямын, осылай қатты толтырмай, өйткені бізге қатты уксустың дәмі шыққан ұнамайды, балалар жейтін болғандықтан. Достар, міне біздің қиярларымыз дайын. Түңлікке жауып қойдым. Міне осындай екінші күні әдемі түсте осындай болып шығады. Достар, менің рецептім сіздерге бүгінгі ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің рецептіммен жауап көріңіздер. Өте қуанышты боламын. Рахмет.